Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ханымдар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қуаныштымын сіздерді көріп отырғаныма. Аздап уақыт, дәл уақытқа шыға алмадым. Жолда болдым да, міне, әрең дегенде парковка тауып, міне қазір сіздермен біргемін. Рахмет. Бүгін өзі бір керемет кездесуге бара жатқан едім. Сондықтан арасында сіздермен де бірге уақыт өткізуге мүмкіндік болып тұр дәл қазір. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар, ханымдар? Бетім деген бір қызарып тұр ау деме. Қайырлы кеш. Кішкене адамдар жиналсын, е? Қалай естіп көріп тұрсыздар? Жүрекшені басып, мынандай бір белгілер жіберіп, жүрекше жіберіп, сондай-ақ көріңіздерші. Естіп көріп тұрғандарыңыз маңызды мен үшін, өйткені мен телефонның интернетімен отырмын, Wi-Fi мен емес. Сондықтан кішкене рахмет. Ой, рахмет. Керемет. Жүрекшелеріңіз күшті сондай. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Енді тағы бір 5-6 адам қосылсын, содан кейін бастай беремін. Шын мәнінде уақытым өте тығыз. Рахмет. Рахмет. Ханымдар, бастаймыз. Естіліп тұр дейді. Керемет. Бүгінгі тақырып, тақырыпты жазып жіберейін, е? Бүгінгі тақырып өз қасиеттерімізді айқындау. Өз қасиеттерімізді айқындау. Жұманың кеші қалай өтіп жатыр? Бүгінгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қазір теманы жазып жіберейін. Анықтау. Айқындау. Сәлеметсіз бе? Күлімдеген ажарлы келбетіңізден сіз келбетіңіз сағындым. Айка ханым, өте рахмет, қандай күшті. Қазір мені тақырыпты шығарып алайын. Прикрепить. Міне, өз қасиеттерімізді айқындау бүгін сақтап қоямын. Міндетті түрде YouTube каналымда да сақталатын болады. Сұрақтарыңызды қоя тұрыңыздар. Мен бірден бастап кетейін, өйткені шын мәнінде уақытым өте тығыз. Біріншіден жолда, екіншіден қонаққа бара жатырмын. Үшіншіден ортасында сіздерге де пайдасы болсын деп, бүгінгі жұманың эфирі бір қысқаша тақырыпты бере кетейін дедім. Өте оңай, орындау тәсілі өте оңай, және өте жағымды. Өйткені көп қасиеттерімізді біз біреулер айтқаннан білеміз, немесе өзіміз жеке білеміз. Бірақ, кішкене тереземді ашып қояйыншы, ыстық болып кетті. Бірақ түп санада не жатқан? Шын мәніндегі жасырын қасиеттерімізді білмей жатамыз. Жағымды әрине, е? Бүгін тек жағымды дүниені айтамыз, негативті дүние бүгін эфирде болмайды. Ары қарай кеттік. Айқындау үшін сіздерге не қажет? Біріншіден қағаз, бір бет қағаз қажет. Және қалам, е? Бір бет қағаз және қалам. Және әрине тыныштық уақыты, өзіңізге бір ыңғайлы уақыт. Жазып көрсетейін, е? Осы мысалы қағаздың бетін 3 бөлікке бөлеміз. Қазір мен 3 бөлікке бөліп жіберейін. Үш бөлікке бөлеміз. Сосын, міне көрініп тұр ғой, бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік. Қағаз бетін 3 бөлікке бөлеміз. Сөйтемізде өзіміздің өмірімізге кумир, идеал деп атаймыз ғой, әртістер болсын, актерлар болсын, мультфильмнің геройлары болсын, олардың кейіпкерлері. Және
өзімізге ұнайтын адамдар, басшы адамдар, өте әйгілі адамдар. Сол адамдардың мына жерге 10-15 адамның тізімін жазып шығасыздар. Сол адамдардың есімін былай айтқанда, 10-15. Міне, 10-15 тізімді былайнан жазып шығасыздар. Ұнайтын әйел адам болсын, ер адам болсын, бәрібір. Ең бастысы 10-15 адамның тізімін өзіңізге, ішкі дүниеңізге ұнайтын адамдарды таңдаңыздар. Жай ғана түр келбет емес ол. Өйткені бұл жерде қасиет туралы әңгіме айтылайын деп тұр. Олардың бізге қасиеті маңызды болады. Сонымен бірінші бөлікке адамдардың есімін жазып шығамыз. Сізге ұнайтын кейіпкерлерді, немесе жаңағы айттым, кино, мультфильм, ән болсын айтатын, немесе жай ғана жұмысыңыздағы адам болсын, өміріңіздегі жай досыңыз болсын. Келесі, сол адамның мысалы есімін жазыңыздар. Мына жерге қазір мен жазайын. Мысалы, мен мына жерге Айнұр деп жаздым. Айнұрдың жанына келесі бөлікке Айнұрдың 2 немесе 3 қасиетін жазасыз. Айнұрдың бойында не ұнайды? Мысалы, алайық Нұрсұлтан Назарбаев, біздің президентіміз. Ол адам барлық адамға ұнайды деп ойлаймын, сонша жылдық. Ер адам ретінде бірінші әйел адамдарға ұнайтын сияқты. Енді бұл менің өзім жеке ойым. Енді сондай бір үлкен бірден биік адамды алып отырмын. Сол адамның бойынан қандай қасиет ұнайды? Мысалы, біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлынан ұнайтын қасиеттер маған жеке ер мінездігі, бір сөйлейтіндігі, және бірақ ер адам болса да бір бойынан, көзінен, әрбір сөзінен бір жұмсақтық сезіліп тұрады. Жұмсақтық қасиеті бар. Ол жұмсақтықты қалай түсіндірсек болады? Жұмсақ болғанда мінезі жұмсақ деп айта алмаймын, бірақ өзінің мейірімін төгіп тұрады. Мейірімін көрсеткен адам бойы да, сөзі де, әңгімесі де, іс-әрекеті де бір жұмсақ көрінеді, бізге жағымды көрінеді. Сонымен 2-3 қасиетін сол адамның жанына жазасыз. Ары қарай солай жалғастырып кете бересіз. Толықтай сол адамдардың қасиеттерінің барлығын толтырып жазып шығасыз. Әр адамның жанына, әр есімнің жанына, былай айтқанда, 2-3 қасиеттен сізге ұнайтын, тек ұнайтын жақты алып отырмыз. Бүгін негативті әңгіме болмайды деп айттым жоғарыда. Келесі, біраз еске түсірдік. Кімнің ұнайтын, ұнамайтынын байқадық. Кім бізге, былай айтқанда, қасиеттер өте көп қой. Көбіне біз қалай айтсақ болады, көбіне біз адамдарды қабылдаймыз, мысалы жанымыздағы жан-жарымыз, күйеуімізді, бірақ көп қасиеттерін сөзбен жеткізіп айта алмаймыз. Жан тәнімізбен сезінеміз, бірақ сөзбен жеткізе алмаймыз. Сол сияқты сіздің де бойыңыздағы жасырын қасиеттеріңізді мына түп санада жатқан сөз арқылы жеткізу техникасы. Айқындау, сөзге түсіру, қағазға түсіргеннен кейін ол сөзге айналады, ол түсінікті болады сізге. Сезімге аса сезіммен ғана сипатталмайды. Сонымен ары қарай кеттік. Бірінші адамның есімдерін жаздық, кім бізге ұнайтын. Одан кейін оған қасиеттерін жаздық. Ол адамның 2-3 қасиет. Әр адамға 2-3 қасиет міндетті түрде. Содан кейін 3-ші бөлікке енді мына қасиеттердің ішінен, қазір уведомление көп келіп жатыр, мына қасиеттердің ішінен қайталанған қасиеттер. Мысалы деп айтайық, ол кісі өте мейірімді деген сөз өте көп қайталанса, әрбір кейіпкердің жанында сол мейірімді деген сөзді мына 3-ші қатарға қосасыз. Және мына көп қайталанғандарды. Немесе бір-ақ рет жаздыңыз, бірақ ол сізге өте ұнайды сол қасиет. Соны да жазасыз. Сонымен неше қасиеттің шығатын білмеймін. Мүмкін 5 шығар, мүмкін 10 шығар. Ол сіздің кішкене өз-өзіңізге ерік бергеніңізге байланысты. Соның бәрін жазып шығасыз, бүкіл қасиеттерді. Міне, бұл сіздің жеке түп санада жасырын жатқан қасиеттеріңіз, сөз жүзінде айтылмаған.
Ол қасиеттер бойыңызда бар, тек сіз ол қасиеттерді не қолдана білмейсіз, немесе оны аса бір айқындай алмаған сияқтысыз. Сондықтан білмейміз, шын мәнінде. Мысалы, мен бір адамдарға көмектесе алам ба, көмектесе алмаймын ба, қасиетім сондай, көмекке келетін қасиетім бар ма, жоқ па екенін білмеймін. Бірақ түп санамда, шын мәнінде менің бойымда, менің мінезімде ол қасиет бар. Бірақ өзіміз басқа адамдардан сөз жүзінде алған жоқпыз. Сол себептен мына үшінші қатарға келетін, мына жерде көп қайталанған, немесе қарап оқыған кезде өте бір жақын жаныңызға қасиеттердің бәрін көшіріп жазасыз. Сол қасиеттердің барлығын өз бойыңыздан байқаңыз. Шын мәнінде бар ма? Мүмкін бар, бірақ аз мөлшерде көрсетіп жүрсіз, ол қасиеттерді байқап жүрсіз. Немесе жоқ, мен ондай қасиеттерді байқамадым десеңіз, ол шын мәнінде бар түп санада, бірақ онымен әлі қолданып көрген жоқсыз. Сол қасиетпен қолданып көріңіз. Қолданып көргеннен кейін, сол қасиетті қолданғаннан кейін, сіз өз-өзіңізді қалай сезіндіңіз? Өте маңызды, қалай сезіндіңіз, соны бақылаңыз. Міне берер бүгінгі кеңесім сіздерге. Өте оңай тәсіл, өте оңай техника. Бұл да гештальт терапиядан алған техниканың бірі. Түп санадан, былай айтқанда, сұрақ қоймай-ақ басқалар арқылы. Өйткені бізге не себептен басқа адамдар ұнайды, олардың бойындағы қасиеттері, мінездері ұнайды. Өйткені біз оны өз бойымыздан көреміз, негізі білеміз. Бірақ біз оны не істейміз? Көбіне байқамай жатамыз. Ал, ханымдар, тез айтамын деп түсіндіңіздер ме? Жүрекше басып бір сөз жаза қойыңыздаршы. Түсінікті ме сіздерге? Не түсіндіңіздер? Қажет дүние ма бұл сіздерге? 5 минут сұрақ жауапқа ары қарай жалғастырайық. Осы қасиеттер болсын, немесе басқа тақырып болсын, бірақ 5 минут. Енді ренжімеңіздер. Қыздар күтіп қалар мені. Қайырлы кеш. Ой, керемет. Түрлі-түсті болып кетті жүректер. Рахмет. Жақын отырғансың ба? Бетім бір үлкен сияқты болып тұр экранға бүйтіп. Түсінікті, рахмет деді. Өте қуаныштымын. Түсінікті дейді. Сонымен өте оңай тәсіл, Сонда әрдайым байқаңыздар. Енді бірінші жазып көріңіздер, бірақ әрдайым байқаңыздар. Шын басқа адамды ұнатып тұрған кезде оның бойындағы қасиетін, мысалы, біреу көп сөйлемегенін ұнатып тұрсаңыз, сіздің де бойыңызда ол көп сөйлемеушілік, бір жерде үндемей қалу деген сияқты, артық әңгіме айтпау, өсек айтпау мүмкін сіздің де бойыңызда бар шығар. Түсінікті, рахмет дейді. Өте қуаныштымын, көп рахмет дейді. Рахмет. Ой, тақырыпты айтып кеттім, тақырып жазылып тұр, айтып кеттім тез. Эфирді қайтадан қараңыздар енді. Қасиетті байқағаннан соң қалай жұмыс жасаймыз? Байқағаннан кейін сол қасиетті қолданып көріңіздер деп айттым. Мысалы, көп сөйлемеу деген қасиетті алайық, Ол да бір жағымды қасиет, өйткені кейбір жерлерде біз артық сөйлеп қалуымыз мүмкін. Негіз айтады ғой, сөзге ораза ұстаудың да өте маңыздысы бар деп. Сондықтан байқаңыз, ол қасиет сізге, сол қасиетті қолданып көріңіз. Бүгін мысалы бір ортада көп сөйлемеге тырысыңыз, басқаларды тыңдауға тырысыңыз. Сөйлеңіз, бірақ сөз қорыңызды азайтып, немесе бір әңгімені қысқартып айтуға, нақтысын айтуға тырысып көріңіз. Сонда бұл қасиеттің, сосын өзіңізді сезініңіз. Осылай жасағаннан кейін маған ұнайды ма деген өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ішкі дүниеңізді былай байқап көріңіз. Рахмет. Бәрі түсінікті дейді. Эфирді сақтаймын. Түсінікті, мысалы, психологтар ұнайды, бірақ менде ондай қасиеттердің бар екенін білмеймін. Бар болса қалай анықтаймын? Жаңа ғана анықтауды айттым мен. Мысалы, психолог ретінде менің есімімді жазасыз. Нақты қазір менің бойымнан қандай қасиетті байқап тұрсыз, қандай қасиет сізге менің қасиетім ұнайды. Сол қасиетті жанына жазасыз. Содан кейін шын мәнінде басқалардың жазғаннан кейін сол сөз қайталанып жатса, ол бірінші қасиеттер сіздің бойыңызда бар.
ал одан кейін сол қасиеттерді қайтадан оқып шығып ішіндегі ұнайтынын тағы да көшіріп жазасыз. Маған көп адамдардың әдемілігі ұнайды. Онда сіз де өте әдемісіз. Әр адам өте әдемі, тек біз әдемілігімізді неге әдемі емеспін деп сезінеміз, өйткені біз өз-өзімізді жақсы көрмегендіктен. Ішкі дүниемізді жақсы көрмегендіктен, сыртқы дүниемізді жақсы көрмеуге тырысамыз. Мен тез сөйлеймін деп кішкене шатасып жатырмын. Сонымен ханымдар, 5 минут. Сұрақтарыңыз бар ма? Ханымдар, кішкене машинаның ішінде отырып ысып кеттім, екі бетім қызарып кетті. Терезені ашып қойсам да, бүгін Астанада күн өте жақсы болып тұр. Сонымен ханымдар, сұрақтарыңыз, немесе кешегі эфирде барлық сұрақтарыңызды қойып үлгердіңіздер ме? Өте оңай техника, бүгін оңай техника беруге тырыстым, қатты негативке кетпеу үшін, және уақытымның тығыздығына да байланысты. Қайырлы кеш, жаңадан қосылып жатқан ханымдар, Гүлназ ханым, рахмет үлкен. Сәлеметсіз бе? Ақмарал ханым, қалыңыз қалай? Сонымен ханымдар, сұрақтарыңыз. Рахмет. Тақырып жазылып тұр. Мінезді неге өзгертуіңіз қажет, Ақбота ханым? Сізге дайрекке жаздым. Жауап қайтарсыңыз нұр үстіне нұр болар еді. Мен дайрекке жауап бермеймін, дайректі мен ашпаймын да шын мәнінде. Сондықтан WhatsApp-қа жазыңыз. WhatsApp менің нөмірім. Парақшамның жоғарғы жағында сілтеме тұр, соны бассаңыз WhatsApp-қа тікелей кіресіз. Кеш қосылдым дейсіз, түсініп тұрмын, эфирді қайта қараңыз. Мен қазір сақтап қоямын. Рахмет. Керемет. Көңіл күй жақсы. Біреуді күтіп отырсыз ба дейді. Жоқ, қонаққа келіп, мен қазір ресторанның алдында парковкада отырмын. Қазір мен сол жерге қыздарға кіремін. Сондықтан ол жер, өйткені ресторанның көбіне кафе болсын, өте кешегінің өзінде, жай кафетерия болғанның өзінде өте шулы болды. Жай ғана музыканың өзі дауысы сіздерге қатты естіледі. Сондықтан осындай машинаның ішінде өткізуге тырысайын дедім, кішкене болса да тыныш болсын деп. Менің ғана дауысым естілсін сіздерге де. Қалай күйге шығуға болады. Кеше ғана эфирде мен осы туралы айтқан едім. Алиев 1369-111 эфирді қайта қараңыз, мен қайталамаймын енді. Қасиеттерімізді қалай анықтаймыз? Айттым, мен қазір эфир сақтаймын, қайта көрсеңіз, бас жағында тез бәрін түсіндірдім. Тұйық мінезді өзгертуге бола ма? Әрине өзгертуге болады. Өзгеру, бірақ былай айтайын ханымдар. Егер өзін жақсы көрмейтін, өзін қабылдамаған, өз мінездерін, қасиеттерін, дене тұрғысында, ішкі эмоциялар тұрғысында, ішкі сезімдер тұрғысында қабылдамаған адам әрдайым өзін өзгерткісі келіп тұрады. Сондықтан бірінші бастау ол өз-өзімізді жақсы көруден бастауымыз керек. Ол үшін іштегі қоқыстардың барлығынан айырылып, Алланың сондай сізді керемет қып жаратқанына, керемет мінез бергеніне, тұйық мінез болсын, тұйық мінезінде өте жағымды жақтары өте көп. Сондықтан бірінші берген кейіп дейді ғой, берілген сізге дүниені сондай бір рахметпен, алғыспен қабылдауды жүрегі арқылы үйренген сәттен бастап өз-өзіңізді өзгертуге тырыспайсыз. Қалай үйге алуға болады дейді. Мен ондай техникаларды айтпаймын. Маған психологиялық сұрақ қойыңыздар. Ішкі өз дүниелеріңізге қатысты, тек өздеріңізге байланысты. Материалдық тұрғыда мен көп әңгіме айтпаймын қазір.
эзотерикамен көп айналысып жүрген жоқпын. Маған сіздің әдемі сөйлейтініңіз ұнайды. Ой, керемет. Онда сізде де бұл қасиет бар. Ал мен сөйлей алмаймын, тұйықпын, адамдармен әңгімелесе алмаймын. Сіз әңгімелесе аласыз, сізде әңгімелесу бар, тек оны сіз дамытпағансыз. Мен де бір әдемі сөйлеуге бірден келген жоқпын. Кейбір адамдар менің бұрында айтатын, қатты тез сөйлейсің, немесе айқайлап сөйлейсің деп, ұрсып тұрғандай сияқты деген сияқты. Сондықтан мен өзімді де тәрбиеледім. Ораторский искусство деген бар, оның да біраз білімін алдым. Бұның бәрін бойымызда бар қасиетті, оны дамыта білу керек. Сіздің бойыңызда әдемі сөйлеу бар, әр адамның бойында әдемі сөйлеу бар. Дауысты қою, бір жерде көтеру, бір жерде түсіру деген сияқты. Ол техникалардың бәрімен қолдана білу керек. Бірақ оны дамыту өте оңай. Бастысы оны айқындау. Қазір сізде не бар екенін түсініп тұрсыз. Тек оны енді айқындадыңыз, енді оны не істейсіз? Дамытасыз. Жұмыс жасаңыз өзіңізбен. Мен психологпын, мамандығым психолог, жоғары білімім психология, жалпы психология, және қазір гештальт терапевт атағына ие болу үшін оқып жатырмын. Московский институт гештальт терапевтов деген. Рахмет, мен де сізді жақсы көремін, Айка ханым. Адамдармен араласып кете алмаймын, барлық затты ішіме сала беремін, тұйықпын. Оның бұл тұйықтығыңыздың өте көп, былай айтайық, тұстары бар. Араласа алмаймын деп сіз өзіңізді араласуға мүмкіндік бермей тұрсыз. Қазірден бастап, көбіне айтады, ақша жоқ деген сияқты. Ақша шын мәнінде 5 теңге болса да қалтасында бірақ айтады, ақшам жоқ деген сияқты. Мен араласа алмаймын деп сіз өзіңізге бірден тоқтау қойып тұрсыз. Немесе сізге көбіне кішкентай кезіңізде сен адамдармен араласа алмайсың, коммуникабельный емессің деп, мысалы, екі қыз бір үйде өсіп жатса, бір қызды көп жұмсайды да, дүкенге баруға, біреумен сөйлесуге, бірдеңе алуға, ал екіншісін айтады, жоқ, сен ала алмайсың, сен сөйлесе алмайсың, сен келісе алмайсың дейді, оны баса береді. Сондықтан біздің тұйықтығымыз көбіне содан басталады. Ата-аналарымыз бізге бір клеймо дейміз бе, бір таңба қойып қояды ғой, мынау пысық емес деген сияқты. Шын мәнінде екеуінде де пысық болуға мүмкіндігі бар, егер екеуіне де дәл солай бірдей қараса. Сондықтан бұл жерде енді кішкене түп жағына тағы да зерттеу қажет. Ал сақтай беремін деген ішкі дүниеме сіздің сөз жүзінде жеткізе алмағаныңыз, әңгімелесе біле алмайтыныңыз, өзіңіздің ішкі сезімдеріңізді жеткізе алмағаныңыз. Ал ол деген тәрбиеде кеткен. Тағы айтармын, бізді аналарымыз көбіне, енді менің жасымдағы, 30-дан асқандарды айтайық, бір 26-25-тен асқандарды айтайық. Енді бәр отбасы 100% деп айта алмаймын, 90% отбасыда Совет өкіметінің тәрбиесін көрген. Мен сені жақсы көремін, сен қазір не сезіп тұрсың, сенің көңіл күйің қандай деген бізді сұрақ қойып өсірмеген. Біз оған сұрақ жауап беріп үйренбегенбіз. Сондықтан біз көбіне бәрін ішке сақтау деген осыдан шыққан дүние. Ханымдар, менің уақытым аяқталды. 30 минут мен сіздермен біргемін. Сондықтан ренжімеңіздер. Қазір мүмкіндігінше мына жерге жауап беруге тырысам, 1-2 сұраққа, сосын эфирді аяқтаймын. Самал ханым, бәрің ақылды болып кеттіңдер. Әрине, ақылдығымызды көрсету, қазақ халқының ақылдығын білдіру, біз баяғы заманнан ақылды халықпыз. Тек оны қолданан білмегенбіз. Ал қазір мүмкіндіктер өте жоғары. Инстаграм не үшін қажет бізге, егер біз оны қолданбасақ, айтатын дүниемізді айта алмасақ. Біліміміз бар, неге біз сөйлемеуіміз керек? Қабылдау оны, қабылдамау, ол сіздің өзіңіздің, Самал ханым, еркіңізде. Менің эфиріме кіру, кірмеуде. Шешім сізде, жауапкершілік өзіңізде. Сондықтан сөйлегендер сөйлей берсін, өте керемет. Ақша жинау туралы айтпаймын, менде де дәл осы айтылғандай бойымда бар. Міне, көп қанымда бар бұндай. Мысалы, мен адамдарға ашықпын дейді, бірақ көп адамдар өздері тұйық дейді.
Өздері тұйық дегенде сізге міндетті ме ол адамдардың сізге ашық әңгімесін айтып ішін бәрін жарып беру? Оның енді табиғаты ғой, оның тұйық болу, жаңағы жоғарыда кеткен ханымдар сияқты айтқысы келмейді. Оның да көптеген тәрбие жүзінде кеткен, одан кейінгі өмірде алған өзінің мінезі бәрі қосылғандағы дүниелер өте көп. Сондықтан оның да бір айтпаудың, ашылмаудың, тұйық болудың да бір көп мағынасы бар. Сондықтан міндетті емес, сіз ашық болсаңыз, барлық адамдардың сізге ашық болуы. Оны да қабылдай біліңіз, Сізге айтып отырмын, Жібек ханым. Болды ханымдар, ренжімеңіздер. Соңғы сұраққа жауап берейін. Айсара ханым, соңына мені көтерген кезде. Саламатсыз ба, мысалға, үлкенін көп жұмсай берсе әлі, ал кіші қызға жұмсақ қарағанда ішкі обида болса ше дейді. Әрине, міндетті түрде ішкі обида болады. Қанша дегенмен бір үйде өсіп отқан балалардың ішінде арасында әрдайым конкуренция бар, Маған махаббаты жетпей жатыр, маған көңілі жетпей жатыр, маған көңіл аудармай жатыр, мынаған көбірек аударып жатыр деген, Сондықтан пысықтау болып келген үйдің ішіндегі бір адам, оған көп көңіл бөлінеді, оған сенімділік те көбірек болады. Сондықтан реніштер, өкініштер неден пайда болады? Бізге сенбегендіктен, кішкентай кезімізден, Мысалы, дүкенге баруға бізді жібермейді, пысығымызды жібереді, өйткені пысық міндетті түрде барып алып келеді. Сізде барып алып келуіңіз мүмкін. Қателессеңіз де, жаңағы берген қайтарған ақшаны жоғалтып алсаңыз да, немесе затты дұрыс алмасаңыз да, бірақ ол сіздің тәжірибеңіз болар еді. Содан кейін екінші барғанда сіз оны қайталамас едіңіз, ол сізге сабақ болар еді. Бірақ біздің ата-анамыз не істейді? Көбіне пысығын жібереді де, мінезі тұйықтауын отырғызып қоя береді. Рахмет ханымдар. Үлкен сіздерге, менімен қазір эфирде болып отырғандарыңызға. Тыңдай алмағандарыңыз, техниканы нақты естімей қалғандарыңыз, эфирді қайта қараңыздар, мен қазір сақтап қоямын. Мен ары қарай өз жұмыстарымен кеттім. Бүгінгі жұма күндегі тағы да айтарым, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ертеңгі сенбі, жексенбі күндеріңіз өтте сәтті де және мәнді, және қасиеттеріңізді айқындап, өте бір керемет сезімге енетіндей демалыс болып өтсін. Сау болыңыздар.